Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақстан тегі сөз қалған ба шіркін, сараңғы жайлы сөз қозғаса. Ту сонау бала кезден есте қалған Шықбермеш Шығайбай, мыңғырған малына ие бола алмай көз жұмған Қарабай атты бай еске түседі. Дүние қуған, байлық қуған пейіл түбінде адамды жақсылыққа апармайтыны хақ. Жомарттық, жауан мәртілік адам бойындағы ізгі қасиет. Абайдың 38-ші қара сөзінде жауан мәртілік 3 сипатты айтылады. Олар шындық, ақпейілділік, даналық. Осы 3 сипаттан тағы 3 түсінік тарайды. Шындықтан әділет, ақпейілділіктен шапағат, даналықтан ақиқат мағлұм болады. Бойында осындай қасиеттер бар жан жомарт аталса, оның жасаған істері жомарттық деп аталады. Абай мұндай адамдар қатарына пайғамбарларды, әулиелер мен хакімдерді жатқызады. Адамның бәрі пайғамбар, әулие, хакім бола алмағанымен, жомарттық осы жолға бастайтын қасиет. Жомарттық әлем халықтары түсінігіндегі меценаттық ұғыммен мәндес. Ежелгі Грекияда Август патша кезінде өмір сүріп, ақындарға ұдайы қамқорлық жасаған меценат есімді адамның құрметіне әлем мәдениеті тарихында меценаттық дәстүр қалыптасқан. Бүгінгі күні қазақ ұғымында мұндай іс демеушілік деп те аталады. Бұл түсініктегі жомарттық қолында байлығы бар азаматтың мұқтаж жандарға жасайтын қайырымдылық көмегі. Қайырымдылық жомарттың негізгі өзегі. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқаннан қайтпас деген қазақ мақалы осының айғағы. Қайырымдылық мәнін оны жасаған адам емес, сол қайырымдылықтың игілігін көрген адам түйсінуі керек. Сондықтан да жомарттық жасау рухсыз адамның қолынан келмейді. Біріншіден, ізгі іс биік рухты талап етеді. Екіншіден, жомарт жан қолындағы байлықты тек таратып беруші ғана емес, сол байлықты жасаушы да болғаны жөн. Барды үйлестіріп беру үшін барлықтың мәнін түсіну керек. Олай болмаған іс жомарттық болмай, Абай айтқандай тектен текке мал шашпақ болады. Атақ үшін мал шашу даңғазылық, айлакерлік. Сондықтан да жомарт болып, бірақ мал шашпақ болмас керек.